өзіңіз Димаш, сіз жерлесіңіз ғой Ақтөбеден. Иә. Сол бір ауыз Димаш туралы айтсаңыз пікіріңіз. Енді Димашты мен айтпай-ақ халық біледі ғой. Ол Димаш жалғыз Қазақстанда емес, бүкіл әлемді мойындатқан адам. Қазақстанды әлемге танытып жатқан адам, қазақтың туын, көк туын желбіретіп жүрген бала. Ол енді оған сәттілік тілейміз. Жерлесім. Бір жағынан біз енді Димаштың папасы Қанат ағамыз, Қанат екеуміз бір туыстық жағымызда бар. Өйткені Қанаттың мамасы мен менің анам ағайын бір рудан, бір ауылдан шыққан кісілер. Шалқардың ар жағында Алауыз деген жерден, 8 март деген жерден шыққан. Маған шыны керек, менің осындай дәрежеге жетуімнің өзі Қанат ағамыздың көп септігі тиді, көп көмегі тиді. Менің өзім Ақтөбеде жүргенде Димаш Али деген студиясы болған Қанат ағамыздың. Сол кісіге мен енді Шалқардан Ақтөбеге барғанда ең бірінші Қанат ағаға бардым. Аға, осындай жас әнші едім, енді шығам ба деп талпынып жүрген, осындай әндер жаздырып жатырмын, маған бейнебаян түсіріп беріңізші деп. Ол енді менің анамды айтқаннан кейін үйіне барып апамен тілдескеннен кейін біздің туыс екенбіз, біз бөле болып келеміз былай. Маған көп көмек тиді. Ол жалғыз Қанат ағаның маған емес, Ақтөбедегі біраз әншілерге көмек тиді. Өйткені Ақтөбеде үлкен студия сондағы сол кісіде болатын, клип бейнебаян түсіретін студия сол кісіде болатын. Маған шыны керек, бір-екі клипімді тегін түсіріп берді, ауылға да барып түсіріп берді. Біз енді туыстық жағынан біз бөле болғаннан кейін ағамыз енді менен үлкен ғой, аға деп айтамыз, Қанат аға деп. Ауылға барып та жол сілтеп бейнебаянымды түсіріп маған көмектескен сол кісі. Жақсы. Менің Мария әніне де клип бейнебаян түсіріп берген сол Қанат ағамыз. Димаш Али студиясынан шықты осы бейнебаян. Ол кезде Димаш кішкентай, мектеп оқиды ма, жоқ, колледжде оқитын. Мен Димаш біледі ғой, үйінде талай қонақта болдым, Света жеңгеміздің қолынан шай ішіп, үйіндегі ағамен, апамен әңгімелесіп, ауылдың әңгімелерін айтып, енді отбасы өте көрегенді отбасы, жақсы семья, үлгілі семья. Былай қарап отырсаң, бір тектілік бар отбасында. Үлкен тектілік, сол атадан балаға сол қонған сол Димашта бір өзінде бір тектілік бар. Мен айтар едім, сол кезде Димаш енді кішкентайынан ән салып жүрген бала ғой. Ол Димаштың бір Ақтөбе каналына берген сұхбатында өзі кішкентай, мен бір несін көрдім, видеосын көрдім, сұхбат беріп жатқан. Ол кезде кішкентай, 5 оқи ма, мүмкін 3 оқи ма. Сол кезде мынау Димаш баламыздың арманы қандай екен дегенде, мен өлең айтады ғой кішкентайынан. Менің арманым осы Қазақстанды бүкіл әлемге танысам деген сөзі бар. Былай қарап отырсаң, ол жайдан жай емес. Сондықтан да өте жақсы үлгілі отбасы. Жақсы.